Кайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен өте оңай 5 минутта дайын болатын пицца жасайтын боламыз. Ең бастысы қамырды аштықсыз қамырдан жасайтын боламыз. Осылай керек заттардың барлығын турап алдым және қамырымызды осылай жұқартып тапамызға салатын боламыз. Міне осы тапада сосын жан-жан осылай бөгіп шығатын боламыз. Және кетчуп майонезімізді жақсылап араластырып үстіне жағып шығатын боламыз. Өте керемет шығатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дайын қамырдан жұп-жұмсақ әбәдем болып шығады. Және кішкене сырымызды қосамыз, шұжығымызды саламыз. Қалған шұжығымызды осылай турап салдым және де үстінен сырымызды сеуіп шығатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте күшті, әдемі болып шығады, жұп-жұмсақ. Міндетті түрде жасап лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.